Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге құрамына мүлде дрож, яғни аштыққа қосылмайтын, үй жағдайында өте дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісемін, немесе тіске басар. Бар жоғы 15 қана минут уақытыңызды алады. Ең алдымен таза тісімізге айранымызды қосамыз. Қандай айран пайдалансаңыздар да өз еріктеріңіз. Және үлкен ас қасықпен 3 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Дәміне қарай тұз салуды ұмытпаймыз. Негізі осы кезде қант салуға да болады. Бірақ менің айраным тәтті болған соң мен қолданған жоқпын. Бір жұмыртқамызды қосамыз. Кішкентай ас қасықпен 1 ас қасық ас содасын қосуды ұмытпаңыздар. Барлығын толықтай жақсылап тұрып араластырып аламыз. Жұмыртқамыз толықтай араласуы керек. Шамамен 1-2 минут араластырсаңыздар жеткілікті. Қоспамызға ұнды қосар алдын міндетті түрде електен өткізіп дайындап қойыңыздар. Ұнды бірден қосуға болмайды, 2 бөлікке қосып алыңыздар. Бірінші бөлігін қосқан кезде қасықпен влажный болғанша араластырып аламыз. Және екінші бөлігін салғаннан кейін міндетті түрде қолмен араластырып, жұмсақ қамыр илейміз. Бірден салсаңыздар қатты болып қалуы мүмкін. Бетін жауып, шамамен 10 минутқа қойсаңыздар жеткілікті. 10 минут өткеннен соң біздің қамырымыз көтеріліп, жұмсақ болады. Ұнды бір сыпыра сеуіп, жақсылап тұрып қамырымызды илейміз. Жайып аламыз яғни. Жайған кезде қамырымызды қатты қалың емес, не болмаса жұқа емес, орташа қылып жайыңыздар. Қатты қалың болса арасы піспей қалады, жұқа болса қатты болып қалады. Орташа қалыңдықта жайып алыңыздар. Кәдімгі бауырсақты кескен сияқты қылып кессеңіздер де болады, не болмаса өздеріңіздің формаларыңызбен дайындап шықсаңыздар да болады. Домалақ пішіндес қылып та жасауға болады. Мен дәл осындай қылып 4 бұрыштығып кесіп, ортасын тағы 1 бөлікпен кесіп, екі шетін шығарып, осындай гүл тәріздес қылып жасадым. Қамырды дайындау барысында міндетті түрде сұйық майларыңызды жақсылап тұрып қыздырып қойыңыздар. Оттың астын қосып қойсаңыздар, дайын болғанша майларыңызда қызып дайын тұрады. Қандай пішіммен жасасаңыздар да, домалақ қылсаңыздар да, сіздердің бауырсақтарыңыз өте биік болып көтерілетін болады. Қызып тұрған майға 2 шеті сарғайғанша толықтай пісіріп алыңыздар. Өте дәмді бауырсақтың рецебін міндетті түрде сақтап алыңыздар. Не болмаса достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Егер видео ұнап жатса, каналыма тіркеліп, қоңыраушаның белгісін все батырмасына қойып қойсаңыздар, менің әрбір салған рецебімді ең бірінші болып қарайсыздар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.